Ассаляму алейкум, исмім Айгүл. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін үй жағдайында жұп-жұмсақ, іші толықтай пісетін, дүкеннің батонынан кем түспейтін батон нанның рецептісін көрсетемін. Сіз де дәл осы рецептпен жасап, қалай шыққанын комментарийге жаза кетіңіз. Ыдысымызға жылы суды құямыз, оған тұз және құрғақ ашытқыны салып, жарты шай пиала сұйық майды құямыз. Үстінен еленген ұнды саламыз. Оның барлығын бірден салуға болмайды. Бірінші жартысын салып, сәл иледім. Сосын қалған жартысын салдым. Қамырымыз жұмсақ болуы керек. 5 минутта июін қандырып илейміз. Июі қанған қамыр қолға да, ыдысқа да жабыспайтын болады. Сосын орап, жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Қамырымыз 2 сағат тұрып, әдемі болып көтерілді. Қайтадан қамырды илеп, жарты сағатқа қайтарып қоямыз. Жарты сағаттың ішінде қамырымыз тағы да өте пышный болып көтерілген. Қамырларды зулалаймыз. Илеген қамырымнан 4 зуалар шықты. Бір зуала қамырды алып, сопақтау қылып, қолмен бастырып сәл жаямыз. Ішіне ештеңе жақпаймыз, сосын рулет пішінді етіп ораймыз. Майланған табамызға жасаған батон нанымызды салып, бетін жауып, 20-25 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Жарты сағат өткен соң қамырдың бетін өткір пышақпен 3-4 жерден тілеміз. Нанның беті піскенде хрустящий болып тұру үшін бетіне кәдімгі суды жағамыз. Немесе айран жұмыртқа қалауыңызша жақсаңыз да болады. Әдемі болу үшін бетіне ақ күнжіт тептім. 20 минутта нанымыздың асты-үсті іші бәрі толықтай піскен. Жұп-жұмсақ әрі көрінісі де дәл дүкеннің нанындай әдемі болып тұр. Дүкеннің нанынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіздер де осы рецептпен батон нанды пісіріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберіңіз. Бұл мен үшін өте үлкен қолдау.